Біреу ақ бекен? 12 адам бола ма? Уақытта өзіміз ғана отырамыз ғой. Менің бір Әчеге достарың әкелмейсің. алып келе берсін. Келген адамды қумаңдар. Шуласа да, оласа да барлық адам өз нәсібімен келеді. Камчатка моя келінка. А? Кәс. 2 сағат апардың ма неға? Иә, Я тема я. Қарсы айты қандай жынындығып салған. Моя келінка это сделала. Камчатка моя... не алып кеш маған қорадан. 1 литрлік банка 5-еу, 4-еу. 4 банка. Құралайдан сұр. Айгүлкәтеге звондаған адам бар ма?
hoş geldinizler. Ha? 10 жаққа кіріңіздер. 10 жаққа кіріңіздер. Жастар мына жаққа. Жастар мұнда, үлкен кісілер. Жастар. Біз мұнда үлкен кісілер не жаққа кіріңіздер. Жасмин не жаққа кір? Жасмин кел не жаққа кіремін. Әкеңіздер кімдеріңіз? Төрге шығыңыздар. Әкеңіз. Маған бер салыңыз. Жаңа пененің орындайды ғой. Жоғары тағжаны. Пальтоңызды маған бере салыңыз. Мінекей. Отырыңыздар төрге. Шығыңыздар төрге. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Рахмет canım. Кіріңіздер, төрге шығыңыздар. Жанып тұра па? Aman esin olsun, yıkavudun ortasın jol. Енді аламыз Гүлзеге денсаулық берсін, солалардың қызығын болсын, нан асаның болсын, анасы бар адам ешқашан да қартаймай Гүлзеге. Осы балалардың жақсылығын көріп шауып жүре бер жаным. Енді біздікі жақтың құдағиларыңыз Жанар, Дамира, Мақпалдың папасының баласы. Одан кейін үлкен Gelin kim var gelin. Aksın koyla. Это. Ақсұлу ше. Ақсыл кісіліксі. Маған еріп кетті. Erkek gelin. Senin anamsa molşunu yapamaz. Самый мощный мен. Саған қаншадан бақшы адамдар бағана қалай көтеріп кел. Ал енді мына екінші тамақты әкеліңіз. Я шүрдім. Басқа дайын әкеліңіз тарелка.
Gulban'ı bırak. Aytışı bırak. Давай, Gulban'ı bırak aytsın çıkın. Ay basta. Tartılıp barlık ölen aytılsın. Anlaşılır жақсы şöyle ес kalsın. Bastık ölen oylamazsan oylama. Bastık gönlü toylansın. Bastık ölen oylamazsan oylama. Yedi жастың бақыт тойы тойлансын. Барыңды да нарыңды да сал соған. Ата-бабам жолы тойды аңсаған. Рахмет. Алағай мінекей ортаға әппақ келіндеріміз шықты. Енді мына беташар деген сөздің өзі осы әулетке түсіп жатқан жаңа келіндерімізді бүгінгі көпшілікке таныстыру деген ұғымды білдіреді. Келіндеріміз бұрын соңды сәлем салып көрмеген, бір сәлем салған кезде құрметті қошеметтеп отырыңыздар. Ендеше беташар рәсімін бастайық ағайын. Ана орамалды түбіне байлап қойыңыздар. Аха. Oh!
құрметті қонақтар, осы қуанышты тойымыздың басында әрине өзінің ақ батасын беретін мөлдір бұлақтың тұнбасындай, іріктелген сайласындай, төлегеннің төл басындай, қазір қарап отырсаңыздар жүріп келе жатқан жүрісінің өзі ел басындай болып отырған осыдағы Қазақбай атамыздан әумин деп ақ батамызды алып, бүгінгі қуанышты тойымызды бастайық. Қазақбай ата, ортаға келсеңіз, ақ батаңызды берсеңіз. Әумин. Құдайым оласын, ешаманлық болмасын. Дастарханымыз берекелі болсын, ел жұртымыз аман болсын. Балаларымыз бақытты болып, керегелері кең, шаңырағы биік болсын, тату тәтті болсын, үрім бұтақты болсын. Әумин. Әумин. Батаңыз қабыл болсын ата. Қазақбай ата, мінекей бата шапаныңыз, аузыңыздан түспесін мақалыңыз. Алтылаштың ақсақалы атаныңыз құтты болсын, мінекей бата шапаныңыз деп атама бір қошемет ұрып қойыңыздар, Атаңыз қабыл болсын. Ал енді құрметті қонақтар, орнымыздан тұрсақ та болады, тұрмасақ та болады. Ендеше екі жасымызды Абатаудың төріне жайғастырайық. Қол соғайық, махаббат. Орнана болып, осыда қуанышты той жасап, ұлының тойын жасап жатқан бүгінгі қуанышты тойдың иесі ақ жаулықты анамыз Гүлзия анамызға бір ду болып шабала бұрып сөз берсін. Құрметті қонақтар, ата-апалар, жаңалықталар, көрген ағаларымыз құтты болсын. Ескі құдалар, жақын бауырларым, құрдастарым, жеңгелерім, ұжымым отыр осы жерде. Әлшер балам мен Мақпалдың достары отыр. Барлықтарыңызға көп рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Бүгінен толқып жүрмін, баламның тойы қалай болады екен деп ойымдадым. Бірақ не болса да көпшіліктің арқасында өтетін той. Рахмет барлықтарыңызға. Той бола берсін үйлеріңізде, балаларың бақытты болсын. Бір-біріңізді сыйлаңдар, адал болыңдар, аман болыңдар. Мінекей тамаша тілек айтып жатыр. Енді келесі сөзімізді мінекей шаңырақ көтеріп жатқан Әлишер мырзаның ағасы Дидар мырзаға, Дарын мырзаға бір қошемет ұрып қойыңыздар ағайындар. Міне тілек Дидар. Әлішер Мақпал шаңырақ көтеріп отқаннан құтты болсын.
Баршаңызға рахмет, келіп отырғандарыңызға, анамыз шығарып отқандарыңызға. Көп сөйлей алмаймын. Рахмет келгендеріңізге. Әлішер Мақпал, бақытты болыңдар. Пайдамыз болғайындар. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Міне Дары мырза осындай қысқадан нұсқа тамаша тілек айтып жатыр. Ендеше Әлішер мырзаның ағасына бір ду қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді Мақпал айтады, өздері тумаған соң өмір деген. Міне, аға, 2 жасқа қараңыздар, 2 жасқа. Міне, аналарыңның жүрегі, аналарың аман болсын 2 жас. Bir ду қол шапалақ ұрып қойайық құдағиларға. Өбеліне, кішігіне, жайғасып отырған жаңа құдалар келіңіздер. Қош келіңдер құдаларым. Құрметті қонақтар, көптеген тойларда осы торт кезінде әрине бар. Ортамызға ата-аналардың шағыры болыс тигізіп жатыр. Енді бүгінгі той 2 жастың құрметіне болғандықтан тек қана бір-біріне алыс тигізсе болғаны деп ойлаймыз. Өйткені қазағымызда айтып жатыр, аяқ қолы сау адамға ас асатпай екен ағайын. Сондықтан да 2 жастың құрметіне дайындалған торт болғандықтан бір-біріне ғана алыс тигізсін. Әрине махаббаттарың мәңгі болсын. Сізге берсін, осыларды әйтеуір үй болып басқа алатын әйтеуір сізге рахмет. Сіз аман болсаңыз, жастар өзінің үстіне бар шығар негізі, оларға бақытты болады ғой. Главное, сіз бақытты болыңыз. Менің әпкем әлі де ұқсамайды кәріге, ей менің әпкем. Тамада жеткен өзі. Тойың құтты болсын жаным. 2 жас бақытты болсын. Саған тек қуаныш, жақсылық, әкесін. Тек қана сен шаруаңда тек қана той болсын, осындай достарың көп болсын, жекжаттарың көп болсын. Ты у нас молодец же, сама знаешь. Сол барлықтарыңызға осындай той, қуаныш тілеймін.